Сәлем достар, бүгін сіздермен түріктің пидесін бірге жасайық. Кішкентайларыңызды қуантқыларыңыз келсе, дәл осы рецепті сіздерге кеңес беремін. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Енші рецептпен бөлісе кетейін. Жылы сүтімізді жылытып алыңыздар міндетті түрде. Шекерімізді, тұзымызды қостық. Біраз қасық дрожжымызды қосып, сұйық майымызды қосып аламыз. Шекеріміз бен тұзымыз ергенше араластырып алыңыздар. Енді қамырғып, жұмсақ қып елеңіздер, ұнымызды қосып. Қамырымызды жылы жерге 2 сағатқа көп қойыңыздар көтерілгенше. Бізде алдын ала моцарелла сырын осылай теркадан өткізіп алыңыздар. Қамырымызды 3-ке бөліп аламыз. Екі шетін видеодағыдай бекітесіздер. Жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне күнжіт сепсеңіздер болады. Пидемізді 150 градуста 25 минутқа қойсаңыздар болады. Дәмі ауызда еритін, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.